Саламатсыздарбы. Сабақ тақырыбы жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Сабақ мақсаты тіршілік үшін судың маңызы барын түсіндіру. Су қарапайым химиялық қосылыс. Су тіршілік көзі. Ол жер шарының 71% бөлігін алып жатыр. Су таза күйінде сутек пен оттектің химиялық байланысы болып табылатын мөлдір түссіз сұйықтық. Жер ғаламшарының айрықша ерекшелігі сол, оның үстіңгі бетінің айтарлықтай көп бөлігі сумен жабылған. Табиғатта ең кеңінен таралған зат су. Жер бетінде тірі организмдердің пайда болуы, тіршілік етуі және өніп өсуі сумен байланысты. Атап айтқанда, жердегі тіршілікке бастама берген су. Жер бетінде тіршілік етіп жатқан тірі организмдердің барлығы ерте кездерде тіршілігін судан бастаған. Барлық тірі организмдердің құрамында су болады. Мысалы, адамның денесі 65% судан тұрады. Су жеткіліксіз болса, барлық тірі организмдер зардап шегеді. Ал судың жетіспеушілігі ұзақ уақытқа созылса, олар тіршілігін мүлдем тоқтатады. Адамның шаруашылық іс-әрекеттерінде де судың маңызы зор. Бірде-бір өндіріс, бірде-бір қызмет көрсету саласының жұмысы сусыз жүруі мүмкін емес. Сонымен қатар жер бетінде климаттың қалыптасуына да судың тікелей қатысы бар. Су жазғы мезгілде жылудың көбін өзіне алып, оны қыста біртіндеп қайтара отырып, жер бетіндегі температуралық режимді реттейді. Күн қызуының әсеріне жылынған су бу түрінде жоғары көтеріліп бұлтқа айналады. Олар жер бетіне түсетін ультрафүлгін сәулесінің әсерін әлсіретеді. Табиғатта су айналымына өсімдіктер де өз үлесін айтарлықтай қосады. Су айналымында маңызы бар биологиялық процестерге транспирация жатады. Бұл өсімдік тіршілігі үшін аса қажетті де күрделі процесс болып табылады. Транспирация бұл өсімдіктің жасыл бөліктерінің суды буландыруы. Транспирация кезінде судың шығыны орташа есеппен алғанда құрлықтағы жалпы булану мөлшерінің жартысын құрайды. Бұл дегеніміз жылына 35 мың километр кубқа жуық. Су топырақ пен ауадан бірнеше миллиондаған жылдар бұрын пайда болған. Адам баласы суды ертеден пайдаланып, оны толық зерттеп білген десек те, ғалымдар әлі күнге дейін табиғаттың бұл қосылысы туралы керемет, таңғаларлықтай деректер табуда. Су жер бетінде аса кеңінен таралған биорганикалық қосылыс. Судың бірінші ерекше қасиеті оның сутек және оттек атомдарының қосылыстарынан тұруында. Химиялық заңдылықтар бойынша мұндай қосылыс газ күйінде болуы тиіс, ал су сұйық. Су табиғатта 3 түрлі күйде болады: қатты, сұйық және бу түрінде. Су тірі табиғат үшін әмбебап еріткіш. Су барлық биохимиялық процестер жүріп отыратын орта болып табылады. Су газдардың, минералды тұздардың, нейтралды, полярлы қосылыстардың әмбебап еріткіші болып табылады. Жоғары жылу сыйымдылығының арқасында су термореттелуге қатысады. Суда еріген элементтер мен минералдардың саны мен сапасы бойынша ғалымдар судың шамамен 1330 түрін ажыратып қарайды. Минералды және жұмсарған су, жауын суы, шық, мұз және артезиан суы. Таңғаларлық жайт, жер бетінде тек судың ғана қатты күйіндегі тығыздығы сұйық күйіндегіден төмен. Міне сондықтан да мұз суға батпайды, ал су айдындары түбіне дейін қатпайды, егер әрине экстремалды ауа аса суық температурада болмаса. Су ресурстары. Су ресурстарына біз жер асты суларын, теңіз бен мұхит суларын, өзен көлдерді, каналдарды және су қойма тоғандарын жатқызуға болады. Табиғатта су аса маңызды рөл атқарады, өйткені ол жердегі алуан түрлі механизмдер мен тіршілік циклдарына қатысады. Біздің ғаламшар үшін судың қаншалықты маңызды екенін мысалға келтіретін болсақ, табиғаттағы су айналымының маңызы орасан зор. Осы процесс қана жануарлар мен өсімдіктердің өз тіршіліктеріне қажетті суды алуына мүмкіндік береді. Теңіздер мен мұхиттар, өзен көлдер сол аймақтардың климатын қалыптастыруға аса маңызды рөл атқарады. Ал судың жоғары режимінің жылу сыйымдылығы біздің ғаламшардағы қолайлы температуралық режимді қамтамасыз етеді.
Су фотосинтез процесіндегі рөлі аса маңызды рөл атқарады. Су болмаса өсімдік көмірқышқыл газын сіңіріп, оттекті бөліп шығармас еді. Яғни ауа тыныс алуға жарамсыз болып қалар еді. Енді осы адам тіршілігіндегі суға келетін болсақ, су жер бетіндегі негізгі тұтынушысы бұл адам. Барлық әлемдік өркениеттің қалыптасуы мен дамуының тек қана су айдыны маңында жүру кездейсоқ емес. Адам тіршілігінде судың маңызы айтарлықтай зор. Адамның денесі де судан тұрады. Мысалға, жаңа туған нәрестенің денесінде 75% су, ал егде тартқан адамның денесінде 50%-дан артық су болады. Егер де организміне 20%-ға дейін су жоғалтқан адам өлімге душар болады. Су адам үшін ерекше маңызды қорек көзі болып табылады. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, бір адам жылына тамақтану үшін 60 тоннаға дейін су қабылдайды екен. Енді осы судың химиялық құрамына әсер ететін негізгі факторларға климатты, антропогендік факторлар, судың араласуы және химиялық, биологиялық, физикалық ластануы жатқызады екенбіз. Осы судың ластануына келетін болсақ, су айдындарының зиянды заттармен, өндірістік, тұрмыстық қалдықтармен қанығу процесін айтамыз. Мұның нәтижесінде су өз қасиетінің көп бөлігін жоғалтады және ары қарай қолдануға жарамсыз болып қалады. Ластанудың негізгі көздеріне мұнай өңдейтін кәсіпорындар, ауыр металдар, радиоактивті элементтер, улы химикаттар, токсиндар, қалалық құбырлардан және мал шаруашылығы фермаларынан қалдықтарының ағып шығуы. Дүниежүзілік мұхитқа жыл сайын 13 миллион тоннадан астам мұнай өнімдерінің қалдықтары төгілетіндігі туралы ғалымдар талайдан бері дабыл қағып айтуда. Анығырақ айтқанда, Тынық мұхитқа олардың 9 миллион тоннаға жуығы, ал Атлант мұхитына 3 миллион тоннадан артығы төгіледі екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, қазіргі кездің өзінде біздің ғаламшарда таза табиғи судың бірде-бір қайнар көзі қалмаған. Тек басқаларына қарағанда ластануы сәл төмендеу су айдындарының ғана бар көрінеді. Бұл жағдайда біздің өркениетімізге апат қаупін төндіреді. Өйткені адамзаттың сусыз тіршілік етуі мүмкін емес. Ал оны алмастыратын еш нәрсе жоқ. Сабағымызды қорытындылай келген кезде, су ол тіршілік көзі. Су мөлдір, түссіз, дәмсіз, еріткіштік қасиеті бар және пішіні жоқ химиялық, биорганикалық қосылыс болып табылады.